Сәлематсыздар ма оқушылар? 3-ші сыныптың әдебиеттік оқу пәні. Бөлімі демалыс мәдениеті, мерекелер. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Мұзафар Әлімбаевтың «Ана тіліне тағзым» және Сұлтанмахмұт Торайғыровтың «Сүйемін» өлеңдерімен танысамыз. Оқу мақсаттары: шығарманы іштей саналы түрде түсініп, көз жүгіртіп, шолып, түртіп алып, қажетті ақпаратты тауып, белгі қойып, сын тұрғысынан бағалап оқу. Шығарманың тақырыбын анықтау және негізгі ойды білдіріп тұрған мәтін бөлігін сөйлемді анықтау. Бағалау критерийлері: өлеңге тақырып қояды, өлеңдегі негізгі ойды білдіретін сөйлемді анықтайды, өлеңнен қажетті ақпаратты тауып оқиды, өлең бойынша сұрақтарға жауап береді, дереккөздерден тақырыпқа қатысты ақпарат жинайды және таныстырады. Яғни бүгінгі өтетін тақырыбымыз Мұзафар Әлімбаевтың «Ана тіліне тағзым» өлеңін оқулықтан жақсылап оқып танысамыз. Ана тілі біздің туған анамыз, анамыздай сыйлап бағып қағамыз. Ана тілін бағаласақ қалайбыз, өзіміздің солай болмақ бағамыз. Ана тілін кім аялай білмесе, анасынан безген ұл деп қараңыз. Сұлтанмахмұт Торайғыров 1893 жылы туылып, 1920 жылы дүниеден өткен. Ол ақын, ағартушы. Павлодар облысы Баянауыл ауданында дүниеге келген екен. Сүйемін өлеңі. Сұлтанмахмұт